Қайырлы күн, қыздар. Бүгін ажурные блинчики жасаймыз. Қайырлы түн ба, қайырлы кеш па, сіздер қай уақытта жасап жатсыздар. Сол уақытта күндеріңіз сәтті өтсін, жұмыстарыңыз табысты, жемісті болсын. Сіздерге бір қызық айтып кетейін. Мен деген мынау қант, мынау сүт, мынау сұйық май деп айтайын десем, видео қосылмай қалған ғой. Мына жерде қант пен жұмыртқаны жақсылап араластырып жатырмын. Сол видеом түспей қалыпты. Өзімше сөйлеп жатсам, мынау бізге керек заттар: сүт, ұн, сұйық май, жұмыртқа, қант керек деп жазып жатсам, түспей қалған ғой, қыздар. Осылай қант пен жұмыртқаны жақсылап араластырып алыңыздар. Одан кейін сұйық майыңызды қосамыз. Барлық ингредиенттерді описанияға жазып кетем, қыздар. Қанша граммнан салатындарыңызды бәрін мөлшерлеп жазып кетем. Осылай жасасаңыздар, бір жасағаннан шығатын блинчикилар. Осылай жылы сүтті құямыз, үстіне жақсылап өстіп араластырамыз. Илектен өткізілген ұнымызды бөліп салып араластырамыз. Венчик қажет венчик деппін ғой. Миксер қажет етпейді. Венчикпен істейміз. Осылай жазып жатқан кезде қателесіп кетеміз, қыздар. Айып етпейсіздер енді. Қызық болсын енді сіздерге де. Осылай жақсылап жасап жатқанда бір күліп алып жасап жатсаңыздаршы, сонда блинчикиларыңыз күшті шығады. Осылай бөліп алып жақсылап араластырамыз, қыздар. Өлең айтып, музыка қойып, осылай жасаңыздар, қыздар. Өз-өздеріңізге демалыс жариялап, жұмыс істеп, осылай жақсылап араластырып аламыз. Жан-жағындағының бәрін араластырып аламыз. Үстінен жылы суымызды, қайнап тұрған суымызды құямыз. Осылай блинчикиларды пісіреміз. Мен жақындатып тұрып түсірген, бетіне дейін көрсетіп, осылай. Мені көрдің ба деп өстіп пісіріп аламыз. Енді жан-жақтар идеальный емес. Енді бір жасағаннан жақсы шығады, қыздар. Бірақ жұмсақ, өте нәзік болып шығады қолыммен. Мұжып көрсеттім сіздерге. Ас болсын, жасап көріңіздер. Лайк басып, комментарий жазыңыздар. Сау